Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дене шынықтыру сабағында баскетбол ойынының әдіс тәсілдерін үйрету. Аяқты екі көлемді ашамыз, екі қолды белге қоямыз. Бірінші шарттымыз мойынға, басымыз оңға төрт, солға төрт. 1, 2, Аяқты екі көлемді ашамыз, екі қолды белге қоямыз, белімізді оңға төрт, солға төрт қалдырамыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Доғарамыз. Екі қол белге, аяқты ұшта қолымыздай қалдырамыз. 1, 2, 3, 4, бебес аяқ. 1, 2, 3, 4, оң аяқ. 1, 2, 3, 4, сол аяқ. 1, 2, 3, 4. Доғарамыз. Қолымызды аяқтаймыз. Оң қол жоғары көтереміз, оң қол төмен ұстаймыз. Қолымыз серпейміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Доғарамыз. Қолымызды аяқтаймыз. Екі қолды белге қоямыз. Бірінші жаттығу. Оң аяқпен 4, сол аяқпен 4, қос аяқпен 4 өтекіреміз. Бір орында тұрып. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығымызды аяқтаймыз. Екі қол алға создық. Қолымызды ұшын иықтан жоғары ұстаймыз, қолды қайшылаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Жаттығымызды аяқтаймыз. Алаңның сызықтары мен өлшемі, ойын тәртібі, классификациясы, ойын техникасы, топпен жүру техникасы. Алдыңызда көріп тұрғандай алаңның сызықтары мен өлшемдері ұзындығы 28 метр болса, ені 15 метр болу керек. Топтың торғы лақтыру айып тобы 5-80 метр болса, үстіктен лақтыру ол 6 метр 75 сантиметр болу керек. Ойын тәртібі. Баскетбол екі команда ойнайды. Олардың әрқайсысы 5 ойыншылардан тұрады. Ойынның мақсаты қарсыластың қоржынына ең көп доп лақтырып, басқа командаға допты игеруге және оны себетке лақтыруға кедергі жасау. Ойын алаңның ұзындығы 28 метр, ені 15 метр алаңда өткізіледі. Ұлттық федерация қолда бар ойынның алаңдары ең аз мөлшері 26-14 метрге бекітуге құқы бар. Алаңның биіктігі 7 метрден кем болмауы қажет. Ойынның ұзақтығы 4 кезеңнен 12 минуттан тұрады. Ойын техникасының классификациясы: техника, шабуыл техникасы және қорғаныс техникасы. Шабуыл техникасы қозғалыс техникасы және допты игеру техникасы болып бөлінеді. Қозғалыс техникасына жүру, жүгіру, секіру, тоқтау, айналу жататын болса, допты игеру техникасына допты қағып алу, допты беру қарсыласқа, лақтыру, алып жүру. Енді қорғаныс техникасы қозғалыс техникасы, допты алу және қарсыласу техникасы. Қозғалыс техникасына жүгіру, тоқтау, секіру, тұру, айналу жататын болса, допты алу және қарсыласу техникасына қарсыластан допты алып қою, қарсыласты жабу, шабуылшының допты тартып алу жатады. Ойынның жүру басқа қозғалыс тәсілдеріне қарағанда сирек қолданылады. Позицияны өзгерткенде, қысқа үзіліс кездерінде, жүгіру темпін өзгерткен кезде қолданылады. Жүгіру ойында қозғалудың басты құралы. Ойыншы алаң шегінде кез келген бағытта бет немесе алға қарай әртүрлі старттық ережелерді жылдамдығында орындай алуы. Жүгіру бағыты мен жылдамдығын тез өзгертуге тиіс. Қарсылас үшін күтпеген жүгіру жылдамдығын арттыру
немесе бастапқы жеделдету спорттық ойындардың серпіліс деп аталады. Қозғалу техникасының бірі жұлқу. Қарсыластың қыспағын босатудың және бос орынға шығудың ең жақсы құралы. Жұлқуды жүзеге асыру үшін алғашқы 4-5 қадам қысқа және өте өткір жасалады. Аяғын аяқпен қойып, жүгіру жылдамдығы қадамның ұлғаюына байланысты артады. Осы сәтте ойыншы аяқпен орындалатын күшті итеру қозғалу бағытына қарама-қарсы бағытта жүзеге асырады. Дене жаңадан таңдалған бағытқа қарай еңкейтіледі. Допты жүргізу ойыншыға кез келген бағытта жылдамдықтың үлкен диапазоны бар алаңда доппен қозғалуға мүмкіндік береді. Бұл шабуылшы қорғаушыдан кетіп, секіру үшін сәтті күрескеннен кейін қалқаншадан доппен шығуға және шапшаң қарсыласуды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Допты жүргізу арқылы серіктеске тосқауыл қоюға болады. Допты жүргізу. Допты жоғары жылдамдықпен жүргізу. Мұндай жүргізу кезінде допты еденнен жоғары сырғытып, ал тізе буындағы аяқтың бүгу бұрышы 135-160 градусқа тең болуы қажет. Екінші, баскетболда допты комбинирленген жүргізу деп аталады. Үшіншіден, жабумен төмен жүргізеді. Мұндай жүргізу кезінде допты еденнен сырғытып, ал тізе буынның аяқ бүгу бұрышына 90-120 градусқа тең болады. Допты жүргізу әдістері. Суретте көріп тұрғандай, негізгі қозғалыстар шынтақ және білезік буындарында орындайды. Тепе-теңдікті сақтау және қозғалыс бағытын тез өзгерту үшін аяқтарды бүгу қажет. Денені сәл алға апарып, иық пен қол допты бос, қарсыласын допқа жібермеуге тиіс. Бірақ оны итермеуге, шалуға мүмкіндік жоқ. Допты жүргізгенде қадамдардың кезектесі мен қолдың қозғалысының синхрондылығы керек. Ойыншы осылай қозғалумен қатар серіктестерінің орналасуын қадағалап, себетке ориентациялау қажет. Көру бағытын алаң мен допқа қарсыластары мен серіктестеріне бақылау жасау қажет. Допты қоршау әдістері. Кроссовер. Дриблинг кезінде допты оң қолға лақтырасыз. Содан кейін доп қолда болған жағдайда оны сол қолға күрт жылдамдықпен жылыстыруыңыз қажет. Аяқтардың арасынан. Оң қолын пайдаланып дриблинг. Доп сіздің қолыңызда болған жағдайда допты жоғарыдан емес, оңнан және одан әрі түрту үшін оны орналастырыңыз. Доп сіздің алақаныңызда әдетте білезікке жақынырақ болу қажет. Доп қолға жеткен кезде сол аяқты бұрып, оң аяқты 180 градусқа сағат тілі бойынша сырғытасыз. Дененің жоғары бөлігі қолдарының ұстауына қажет. Доп қолда қалғанда. Оң аяғыңыз төмен болғанда доппен дриблинг бастайсыз. Допты артынан қарай суретте көріп тұрғандай, оң қолында доппен шайқап, доп қолыңызда болған жағдайда оны допты жоғарыдан емес, оң жақтан алысқа тигізетіндей етіп орналастырасыз. Доп сіздің алақаныңызда әдетте білезікке жақынырақ болуы керек. Доп қолыңызға жеткенде, сіздің денеңізді сағат тіліне допты бұрасыз. Доп сіздің жамбас жақын болған кезде, доп сіздің саусақтарыңыздың алға жылжып, алдыңызда секіру қажет. Өту имитациясы. Допты қолға алып, солға жалған серпіліс жасайсыз. Содан кейін қарсыласты алдап өтіп, оңға қарай қозғалып кетесіз. Тізе астында. Сізге ыңғайлы сол немесе оң қолмен дриблинг. Содан кейін допты елген тіземен жүргізіп, оны басқа қолмен сөз етесіз. Жылдамдықты өзгерте отырып қарсыластар айналып өту. Допты жүргізу жылдамдығының күтпеген өзгерістеріне қорғаушыдан бас тарту үшін келеді. Жүргізу жылдамдығы ең алдымен допты алаңшадан секіру биіктігіне және оның астында алаңға қарай бағытталатын бұрышқа байланысты. Жоғарғы және оның бұрышы аз болған сайын жылжу жылдамдығы соғұрлым көбірек болады. Секіру кезінде төмен және тігінен жақын болғанда жүргізу баяулайды және жалпы орында орындалу мүмкіндік береді. Осымен аз ғана мәліметіміз аяқталды.
назар қойғандарыңызға рахмет.